Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз квадрат теңдеулер. Алдымен тақырыбымызды бастамастан бұрын сіздермен бір қызықты ақпаратпен бөлісе кетсем. Ежелгі Вавилон ғалымдары квадрат теңдеуді шамамен 4000 жыл бұрын шешкен. Және де 16 ғасырда Франсуа Виет бұл теңдеудің жалпы қасиеттерін ашқан. Ал енді біз квадрат теңдеулердің өзіне өтетін болсақ. Бізде квадрат теңдеу дегеніміз екінші дәрежелі бір айнымалысы бар алгебралық теңдеу. Ол бізде ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0 түрінде келеді. Мысалы айтатын болсақ, 2x квадрат қосылған 5x қосылған 3 тең 0-ге тең. Бұл жердегі бізде a2-ге, b5-ге, c 3-ге тең. abc бұл бізде коэффициенттер, нақты сандар. x теңдеудің айнымалысы. Демек, бұл бізге табу керек белгісіз бір сан. Бізде a 0-ге тең бола алмайды. Бұл біз үшін өте маңызды шарт болып есептеледі. Енді квадрат теңдеудің түрлерін атап өтсек, бізде квадрат теңдеу толық квадрат теңдеу және толымсыз квадрат теңдеу деп екіге бөлінеді. Толық квадрат теңдеу дегеніміз бұл барлық 3 коэффициенті бар, яғни a, b, c коэффициенттері түгел болса, бұл толық квадрат теңдеу. Ал егер a коэффициенті бар, бізде a коэффициентін 0-ге тең бола алмайды. Жаңа біз үшін бұл өте маңызды шарт. b немесе c коэффициенті болмаса, бұл бізде толымсыз квадрат теңдеу. Айтып тұрғандай, кейбір коэффициенттері 0-ге тең болады. Яғни ax квадрат қосылған bx тең 0-ге, ax квадрат қосылған c тең 0-ге. Енді осы квадрат теңдеуді шешудің жолдарын көрсетсем. Бірінші жолы бізде дискриминант формуласы. Түбірінің санын анықтау. Дискриминанттың формуласы бізде b квадрат минус 4ac. X-ті табу үшін минус b коэффициентіне дискриминантты қосамыз және де азайтамыз. Және де содан шыққан мәнді 2a-ға бөлеміз. Біз үшін, егер де бізде дискриминантта 0-ден үлкен сан шығатын болса, біз үшін екі түрлі нақты түбірі бар болады. Ал егер дискриминант 0-ге тең болатын болса, бізде тек бір ғана түбірі болады. Дискриминант 0-ден кіші болған жағдайда бізде түбірі жоқ, яғни шешімі болмайды. Не себепті? Себебі бізде түбір астынан минус сан шықпайды. Енді сіздерге Виет теоремасы мен таныстырсам, Виет теоремасы бұл түбірлер мен коэффициенттер арасындағы байланыс. Квадрат теңдеудің түбірлері мен оның коэффициенттері арасындағы сүйемелді байланысты бейнелейді. Бұл теорема теңдеуді шешпей-ақ түбірлердің қасиеттерін анықтауға көмектеседі. Ол үшін біз x1 және x2 мәндерін қосқан жағдайда b-ның a-ға қатынасы теріс мәніне тең болуы керек. x1 және x2 мәнін көбейткен кезде c-ның a-ға қатынасына тең болуы қажет. Мен қазір сіздерге бұларды практика жүзінде мысалдар есептерді түсіндіру барысында көрсететін боламын. Енді сіздермен практикалық тапсырмаларға көшсек. Мен қазір мына жердегі есептерді сіздерге дискриминант және Виет арқылы қалай шығару керек екенін көрсетемін. Бірінші теңдеуді алайық. Бізде x квадрат минус 5x қосылған 6 тең 0-ге. Осыны дискриминант арқылы шығаратын болсақ, дискриминанттың формуласы бойынша минус b қосылған 4ac. Минус b, бізде b коэффициенті минус 5-ге тең. Минус 5-дің квадратын аламыз. Ол бізде 25-ге тең. Одан азайтамыз 4ac. 4 жазамыз. a коэффициенті 1-ге, c коэффициенті 6-ға тең. Сонда бізде жауабы 1 шығады. Енді осыдан x1 және де x2-ның мәнін табуымыз қажет. Бізде x1 және x2-ның мәнін табу үшін формуласы минус b қосып азайтылған дискриминант және де бөлінген 2a. Минус b және минус 5 бізде плюс 5 болып кетеді. Оған қосып азайтамыз дискриминант. Бірден біз 2 мәнін тауып жатырмыз. 2a, бізде a коэффициенті 1-ге тең, және демек 2-ның өзін жазамыз. 5-ке 1-ді қоссақ 6, 12-ге бөлетін болсақ 3. 5-тен 1-ді азайтып 2-ге бөлсек 2. Демек бізде бұл теңдеудің мәні 3 және де 2.
Келесі сіздерге енді вет теоремасы арқылы екінші есептің қалай шығатынын көрсетейін. Бізде екінші есептің берілгені 3х квадрат қосылған 2х минус 1 тең 0-ге. Бізде бұл жерде шарт x1 мен x2-ның қосындысы b-ның аға қатынасының теріс мәніне тең болу керек. Демек, біз өзіміз ойымыздан x1 және x2-ні аламыз. x1-ді біз минус 1 деп, x2-мізді 3-тен 1 деп алайық. Жаңа бірінші шарт бойынша x1 мен x2 қосылады. Демек, минус 1 қосылған 3-тен 1. Бізде минус 3-тен 2 шығады. Шарт бойынша бізде b бөлінген a-ның теріс нәтижесіне тең болу керек. Бізде b 2-ге, a 3-ге тең. 3-тен 2. Және де бізде не жақта теріс мән шығып тұр. Демек, бірінші шарт қанағаттандырарлықтай. Екінші шарт бойынша x1 мен x2-ның көбейтіндісі. x2 мен x1-дің көбейтіндісі. Минус 1 көбейтемін 3-тен 1-ге тең 3-тен 1-дің өзі шығады. Бұл жерде біздің шартымыз с-ның аға қатынасына тең болу керек еді. Бізде с минус 1-ге, a-мыз 3-ге тең, с-ның аға қатынасы минус 3-тен 1. Біздің де жауабымыз минус 3-тен 1. Демек, x1 мен x2-міздің мәні қанағаттандырарлықтай. Енді сіздер қалған 3 есепті өздеріңіз шығарып, практика жасап көрсеңіздер, вет және де дискриминант әдісі бойынша қай әдіс оңай, сол әдіспен шығарып өздеріңіз практика жасасаңыздар. Назарларыңызға рахмет.